Тарихы сырлы, ертеңі нұрлы, ғажап ел. Бейнебаян сабағы. Сабақтың мақсаты өз отанын сүюге, туған елінің тарихын білуге шақыру, ой өрісін жетілдіріп, сөйлеу мәдениетін арттыру, мемлекетімізді өркендетуге, шын патриот болуға тәрбиелеу. Ызғарлы желтоқсан. 1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. Қазақстанның басшылығына бұрын соңды қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Көкейді тілгілеген осы сұрақтармен 1986 жылдың 17 желтоқсанында Алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында үкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болған жоқ. Әр республиканы өз көсемі бастарсын, ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұрандар ғана көтерген олар, қарусыз, қамсыз күйде өктемшіл билікке наразылықтарын бейбіт түрде жария етті. Бірақ менмен билік қол астындағы бұратана ұлттың өзіне қарсы пікір айтып, бас көтере қалғанына жыландай жиырылды. Елімізде ол оқиға жайлы айтуға, жазуға тыйым салынды. Тәуелсіз Қазақстан. 1990 жыл 25 қазан Қазақ СР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл құжат республика егемендігін заң жүзінде бекітудің бастамасы болып, мемлекеттік құқықтық нормалар бекітілді. 1991 жыл Қазақстан Республикасы тарихында тұңғыш рет бүкіл халықтық президент сайлауы өтті. Халық саналы түрде өзінің тағдырын Нұрсұлтан Назарбаевқа сеніп тапсырды. Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуы. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданды. Еліміз нарықтық экономика жолына түсіп, дами бастады. Тәуелсіздік жылдарында еліміз қандай жетістіктерге жетті? Жалпы ішкі өнім көлемі 3 еседен аса өсті. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі едәуір артты. Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі де өсті. Экономикалық өсім әлеуметтік демографиялық жағдайдың жақсаруына алып келді. 1999 жылдан кейін туу көрсеткіші жыл сайын өсіп отырды. Туғандағы күтілетін өмір сүру ұзақтығы 4,4 жасқа ұлғайды. 2017 жылы халық саны 18 миллионға жетті. 2000 жылдан бастап құрылыс саласы да қарқынды дамып келеді. Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы 9 еседей өсті. 1991-2016 жылдар аралығында көптеген әлеуметтік мәдени объектілер пайдалануға берілді. Бүгінде Қазақстан посткеңестік кеңістіктегі көшбасшы елдердің
біріне айналды. Каштаева Динара Мұхтарқызы, орталық тыңдаушысы. Қуан жұрдым, елдігіңді шет елдер ойымдағы. Сан армандар іске асты ойымдағы. Терезесі тең елдердің қатарында, салтанатты өтуде тойымдағы. Ұланың бар ұрпағын ірген беріп, тағдырымды тапсырды тізгін беріп, азаматтар ақтады сенімінді, талай істе танытты кемеңгерлік. Құрметті отандастар, сіздерді ұлық мерекесі Қазақстан тәуелсіздігінің 29 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Пиротинская Анастасия Михайловна, орталық тыңдаушысы. Ел тәуелсіздігінің 29 жылдығы құтты болсын. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі. Мықты болсын елімнің керегесі. Тату, тәтті халқымызға бақ қонып, кетпесін туған жердің берекесі. Көк байрағы желбіреген, абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздік күні құтты болсын. Назарларыңызға рахмет.